Арықтауға кедергі болатын әдеттер. Бұл видеода ғылыми зерттеулермен анықталған ақпараттармен бөлісеміз. Адамдағы әдет пен ағзадағы дисбаланс тікелей байланысты, яғни содан артық салмақ пайда болуы мүмкін. Сіз таңғы аста тойып құнарлы тамақ жемейсіз. Тамақтану уақыты біз қандай тамақ жесек те өте маңызды. Тель-Авив университетінің ғалымдары таңғы аста құнарлы тойып тамақтану, кешкі уақытта жеңіл тамақтану рационы эффективті екенін дәлелдеді. Таң қалатын шығарсыз, бірақ басқа танымал диеталарға қарағанда өте эффективті. Бұл қант диабетімен ауыратын науқастарға да маңызды. Ғалымдар 18 еркек пен 12 әйелге зерттеу жүргізеді. Олар семіздік пен қант диабетінің екінші типімен ауыратын науқастар. Оларды екі топқа бөледі. Бірінші топ бір күнде 3 рет тамақ қабылдайды. Таңғы аста тойып құнарлы тамақ жейді. Түскі уақытта орташа, кешке жеңіл тамақ қабылдайды. Екінші топ бір күнде 6 рет тамақ қабылдайды. Яғни 3 жеңіл тамақ және 3 перекус арасында қабылдап отырады. Және олар диета сақтайды. 3 айдан кейін зерттеу нәтижелерінде бірінші топ 5 килограммға, екінші топ 1,5 килограмм салмақ тастағаны анықталады. Зат алмасу процесінің жиілігі уақытқа байланысты, яғни таңертең зат алмасу жиілігі ең жоғары болады. Сол үшін ең құнарлы плотный завтрак болу керек. Зерттеу нәтижесінде өз күніңізді құнарлы тағаммен бастаңыз. Түскі асқа орташа, кешке жеңіл тағам болу керек. Екінші, күн сәулелерінің әсері. Солнечные ванны. Күн сәулелері майды ыдыратады. Қалыптыда калория, энергия алу үшін жұмсалады. Егер ондай болмаса, ол ағзада артық май болып жиналады. Соның әсерінен организмде семіздік, қант диабеті, жүрек тамыр ауруларының пайда болу себебі келіп шығуы мүмкін. Канададағы Альберт университетінің ғалымдары жиналған май күн сәулелерінің әсерінен ыдырайтынын анықтаған. Күн сәулелерінің әсерінен майдың көлемі кішірейіп, клеткадан шығып кетеді. Қыс кезінде күн сәулесі аз болғандықтан адам артық салмақ қосып алады екен. Үшінші, ұйқыдан оянғанда су ішпейсіз. Ересек адам денесі 55-60% судан тұрады. Ал егер бұл көрсеткіш төмен болса, денсаулыққа кері әсерін тигізеді. Тағы бір қызық факт, еркек адамның денесінде әйелге қарағанда судың мөлшері көп болады екен. Семіз адамдарда бұл көрсеткіш төмен болады. Оянғанда су ішу өте пайдалы, себебі организмде түннен кейін сусыздану болады. Сіз шөлдемесеңіз де, су ағзаға өте қажет. 2 стакан су ағзадағы суды толтырып, ас қорытуды жақсартып, зат алмасуды күшейтіп, салмақ қосу қаупін азайтады екен. Токсиндердің ағзадан шығарады. Кейінгі таңертеңгі жаттығу. Таңертеңгі жаттығу тәбетті төмендетеді. Зерттеу нәтижесі таңғы астан кейінгі жаттығу жасағандар күні бойы аз тамақ жеген. Жаттығу адамды сергек етеді. Жаттығу жасамайтындар ерте тұру стрессінен көп тамақ жеп қояды екен. Ғалымдар зерттегенде аш қарынға таңғы жаттығу тамақтан кейінгі жаттығудан 20%-ға эффективті екен. Егер сіз тәттіні қатты жақсы көретін болсаңыз, тәтті тамақсыз өмір сүре алмайтын болсаңыз, онда оны түскі уақытқа дейін, яғни күннің бірінші жартысында жегеніңіз дұрыс болып есептеледі. Жаңалықты таңертең оқисыз. Біз ұйқыдан ояна сала, қолымызға ұялы телефонды алып, сол жердегі жаңалықтарды қарай бастаймыз. Кейбір жағымсыз жаңалықтардан организмде қорқыныш, мазасыздық организмге кері әсерін тигізіп, және артық салмақ қосып алу мүмкін екен. Ұзақ уақыт стресстен кейінгі клеткалар артық май болып жиналады екен. Осы әдеттерді өзгертіп, әдемі келбетті болып жүруге мүмкіндігіңіз бар. Су ішу арқылы арықтағыңыз келсе, келесі видеоны қараңыз.